Сәлем баршаңызға, бүгін красный бархат тортын пісіреміз. Өте әдемі, өте дәмді, нәзік торт болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар бір жасағаннан шығады. Видеоның соңына дейін қарап менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің жаңа рецепттерімді көріп отыратын боласыздар. Ең алдымен жұмсақ бөлме температурасындағы сары майға қантты, ванильді қантты салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Бізде сары май 72%-тегі болуы керек. Сіздер де 72-82%-тегі сары майды пайдаланыңыздар. Сонда барлық пісірген торттарыңыз ұқсап шығатын болады. Енді 3 жұмыртқаны біреу-біреуден салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығын бірден салып жібермейміз. Шеттеріндегі жиналып қалған сары майларды кішкене лопаткамен түсіріп жіберіп, жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдыста айранға ас содасын саламыз, сосын ас бояуының қызыл түсіні осылай 2 шай қасықта салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осыны жұмыртқалы массамызға қосып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Мен топ декордың ас бояуларını пайдаланамын. Енді құрғақ массамызды дайындаймыз. Ұнға какаоны разрыхлительді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Какао менде рахаттікі. Енді осы құрғақ массаны сұйық массаның үстіне салып, миксермен араластырып, қою қамыр дайындап аламыз. Шеттеріндегін түсіріп жібереміз лопаткамен. Тағы да араластырып, қамырымызды дайындаймыз. Міне осындай қоюлықтағы бізде қою қамыр дайын болады. Осы кезде біз пешті 170 градуста жағып қыздырып қойған болуымыз керек. Пергамент қағазына думалақ формамен осындай думалақтар жасап аламыз. Менде 24 диаметрлі форма. Енді біздің қою қамырымызды 6-7 қасықтан салып, бір тегістеп жайып шығамыз. Менде барлығы 4 кож шықты. Соған лайықтап саласыздар. Барлық кождарды 10 минуттан пісіріп аламыз. Сосын кождардың шетіндегі артық жерлерін форманың көмегімен кесіп алып тастайсыздар. Сосын кождарды толықтай суытамыз. Кождар суып болғанша біз кремін дайындаймыз. Творожный сырға үстіне қант ұнтағын салып, миксермен араластырамыз. Бізде творожный сыр, сливки барлығы тоңазытқышта мұздай болып тұрған болуы керек. Енді үстіне 33%-тегі сливкиді салып, қою крем болғанша жақсылап миксермен араластырамыз. Біздің крем дайын. Енді осыны крем жағатын қапшыққа мен салып алдым. Ұшына насадка қойылған. Крем дайындап жатқан кезде кішкене еріп кетуі мүмкін крем, сондықтан арасында тоңазытқышқа салып, жарты сағаттан мұздатып алсаңыздар болады. Енді тортты жинаймыз. Мен осындай гүл насадкасынан пайдаландым. Негізі бұл тортты жай ғана форманың ішіне салып, крем жағып, дайындасаңыздар болады. Мен осындай кішкене әдемі болсын деп, гүл насадкасынан пайдаланып, крем жағып шықтым. Барлық кожға осылай жағып шығамыз. Ең үстіне де осылай гүл түсіріп шықтым креммен. Сосын үстіні қалауларыңызша әсемдеп қойсаңыздар болады. Мен құлпынай және де шиені қойып шықтым. Шетіне шыққан кождардан кішкене майдалап сеуіп жібердім. Сосын мятаның жапырақтарына қойып қойдым. Өте әдемі болып шықты. Енді бетін жауып тоңазытқышқа аз дегенде 2 сағатқа қоюымыз керек. Сол кезде жұмсақ болып шығатын болады. Видео ұнаған болса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.
Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.